Әлім ғой олар, төрт қара. Енді ол әлім деген кейіннен пайда болған конфедерация ғой, оның пайда болғаны көп болса 400 жыл болды, одан аты асқан жоқ. Ал бірақ жаңағы айтып отырған кете төрт қара әлім деп отырған олар Шыңғыс ханның алдында бар. Сонда әлімнің өзінен 300 жас үлкен болып тұр ғой. Солай ма? Сонда бұл кейіннен пайда болған бірлестіктер ғой. Объединение дейсіз бе, не дейсіздер? Әйтпесе мынаны қараңызшы, 6 ата әлім дейді, 12 ата байыл дейді, 7 ру дейді, қайсысыз? Мен алашамын. 12 ата байыл. 12 ата байыл. Енді осы жерде өзі айтып тұрған жоқ па, ненің не екенін? Ата біреу болып қалмай ма? Сонда 12 атаның қосылып бір ата болғанын айтып тұр, иә? 7 рудың қосылып бір ру болғанын айтып тұр. 6 атаның қосылып бір ата болғанын айтып тұр, иә? Мінекей әңгіме осында. Бұл жерде тұрғанымда үлкен бір алып ташқанысы жоқ. Бірақ енді ол кезде қандай ру болғанның бір принципті дауласатын нәрсе емес. Бүгін әлім бе? Әлім. Бүгін байылу ма? Байыл, онда тұрған не бар? Бүгін 7 ру ма? 7 ру бола берсін, тонтықта жоқ. Мысалы үшін ана кісінің атасы Шәкәрімға айтады, біз ойрат атадан тараймыз дейді. Ойрат атадан тараймыз дейді. Ойрат деген кім? Жүңгір. Қалмақ. Көрдіңіз бе? Ол кісіні айтты сонда. Ол кісі ойратпен қазақтың кешегені бөлінгенін айтты. Бізді бөлген дін екенін айтты. Біз исламға қарай кеттік, олар буддаға қарай кетті. Бір халық болып тұр ғой. Кезінде бір халықпыз ғой. Мына құба қалмақ пен қалмақ үшке бөлінеді. Құба қалмақ, қара қалмақ, ақ қалмақ деп. Бізге шабылсаған құба қалмақ қой. Құба қалмақ деген өзіміз ғой. Кезіндегі өзіміздің аталастар. Олар буддаға табынып кетті. Сөйтті біз исламға кеттік. Сөйтіп арамызға жік түсті. Болды осы ғана.